Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана Ахмет. Бүгін біз табиғи ашытқы закваска жасайтын боламыз. Закваска жасамас бұрын, закваска дегеніміз не, оның промышленный дрожжиден айырмашылығы не, жәнеге біз оған тер төгіп, бағып, қағып, заквасканы қоректендіріп, уақытымызды кетіріп, заквасканы мен пісіруге ұмтылуымыз қажет. Міне осы тақырыпты қозғап алайық. Алдымен заквасканы да піскен нанның артықшылықтарын айтып өтейін. Закваскада піскен нан корочкасы қытырлақ, іші жұмсақ, сондай иісі аңқыған нан болады. Бұл нан закваскада піскен кезде закваскамен жасалған нан ұзағырақ сақталады, көгермейді. Және закваскада піскен нан денсаулыққа пайдалы, асқазан қыжылына әкеп соқпайды. Міне осы артықшылықтарына қарап біз заквасканы да піскен нанға көбірек көңіл бөлеміз. Закваскаға сол үшін де біз заквасканы жасаймыз. Закваска жасамас бұрын ашытқы дегеніміз не, жалпы осы тақырыпқа тоқтайық. Ашытқы қалай пайда болады? Ашытқы ферментация пайда болған кезде бізде ашытқы пайда болады. Мысалы, сіздерде алманың қабығын алып суға салсаңыздар, ол біраз уақыт тұрғаннан кейін ашый бастайды. Міне осы ашығаннан кейін реакцияға түсіп, ол жерде бактериялар пайда болып, біздің суымыз сіркеге, яғни уксусқа айналады. Дәл солай ұнды суға араластырып біраз уақыт қойып қойсаңыздар, ода реакция пайда болады. Реакция пайда болып, бактериялар пайда болып, әрекет пайда болады, яғни өмір белгілері пайда болады ол жерде, тірі организм олда. Міне осы кезде бізде ашытқы пайда болады. Бірақ барлық ұннан бұндай ашытқы болмауы мүмкін, болмайды да. Ақ ұннан мұндай ашытқы пайда болмайды. Ашытқыны мүлдем жасай алмаймыз десек те болады. Өйткені ақ ұннан бүкіл пайдалы элементтер алынып тасталады, ағартылады ол ақ ұнымыз. Ішіне химикаттар қосылады, аскорбиновая кислота қосылады, басқасы қосылады. Міне осылар қосқандықтан ол сөрелерде ұзақ уақыт сақталады. Оны қосуға мәжбүр, біз ешкімді кінәлай алмаймыз, оны қосты деп, химикат қосты деп, оны қосуға мәжбүр. Сондықтан одан тірі организм пайда болмайды, яғни ашытқы пайда болмайды. Сол үшін біз ашытқы жасаған кезде міндетті түрде ржаная муканың цельнозерновойын қолданамыз, обдирная мука деп сыртында жазылып тұрады. Міне ржаная муканы қолданамыз, және цельнозерновая мука қолданамыз. Ол да тұтас дақылды былай үгітілген ұн болу қажет. Осы екі ұннан біз закваскамызды, ашытқымызды, табиғи ашытқымызды жасаймыз. Жалпы сіздерге айтарым, заквасканы алғаш жасап тұрған болсаңыздар, онда ржаная мука алғандарыңыз дұрыс. Ржаная мукадан реакция тезірек болады, сіздердің ашытқыларыңыз тезірек әрекетке өтетін болады. Ал енді теорияға кішкене тоқталдық. Енді біз заквасканың өзін жасауға өтейік. Сіздерге ашытқы жасау үшін обязательно весы керек. Весысыз болмайды, біз өйткені өлшейміз грамм-граммен. Одан кейін банка керек. Банкаңыз жалпақ емес, ұзынша келген болсын, қақпағы болсын. Және ұнымыз ржаная мука алғандарыңыз дұрыс. Енді алғашқы этапта біз ұнымызды саламыз, 25 грамм ұн саламыз. Оның үстіне суымызды саламыз, 25 грамм. Суымыз қандай су болу керек? Ешқандай фильтрленбеген краннан алынған су болса болады. Бірақ суымыз жылы болу керек. Салқын су болмайды. Жылы комнатный температурадағы су. Немесе бутылкадағы суларды қолдансаңыздар болады. Бірақ үйдегі фильтрден алынған су керек емес. Және айта кететін бір жайт, закваска дайындау барысында кішкене сабырлы боламыз. Закваскаға 2 күн оны қойып қоямыз, сол кезде реакция пайда болады. Осы күніге оны қарай берудің, сағат сайын қарай берудің қажеті жоқ.
және міне мен ешқандай реакция болмады деп лақтырайын деген кездеріңізде қайта сол заквасканың жұмыс істеуі әбден мүмкін. Сол үшін соңғы уақытқа дейін лақтырмастан оны сабырмен күтіңіздер. Жақсылап араластырып болған соң 1-2 тамшы біз кішкене мед қосамыз. 1-2 тамшы мед қосамыз. Бұл не үшін керек? Бұл мед дегеніміз қант, табиғи қант. Бактериялар қантты жақсы көреді. Бізде адамдарда қант жеген кезде бір энергия пайда болып кетсе, дәл солай бактерияларда қантпен қоректеніп ұлғаяды, тез ұлғаяды. Сол үшін қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, бірақ жаңадан закваска жасағандықтан сіздерге кішкене оңайырақ болу үшін 1-2 тамшы қосып қойғандарыңыз өздеріңіз үшін жақсы. Енді осы закваскамызды жан-жағын жинап, үстін басып, қақпағын жай ғана жауып, қатты бұрап тастамаңыздар, жай ғана жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жылы жерде бұл закваскаңыз 2 күн тұрады. 2 күн тұрады, 2 күннен кейін закваскамызды қараймыз, қоректендіретін боламыз. Ол кезде тағы да видео түсіріп, қоректендіру процесін көрсететін боламын. Әзірге тек кухняға ең жылы жерге 26-30 градус аралығында болу керек температура. Ең жылы жерге осы закваскамызды қойып сақтаймыз. Және прямой солнечный луч дейді, күн сәулесі прямой түсетін жерге қоюдың қажеті жоқ. Тек жылы болса болды. Баршамызға сәттілік. Келесі видеода қалай қоректендіреміз, соны айтатын боламын.